Алланың белгілері дейді, о сендердің өз жыныстарыңнан сендерге жұбайлар жаратуы дейді. Бұл Алланың құдіреті. Сондықтан Алла Субхану тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Санурихим аятина фил афақ ва фи анфусихим". Біз сендерге хатта ятабайяна аннахул хақ. Алланың хақ екендігін баяндау үшін дейді, біз оларға дейді, мына көкжиек табиғаттан дейді, және өздерінен дейді, белгілерімізді көрсетеміз дейді. Жүрегіміздің қағуы, істеуі, мына күннің батуы, шығуы, жаңбырдың жауы, қардың еруі, ағаштың гүлдеуі, қайтадан жеміс беруі деген сияқты, бұның барлығы Алланың барлығын, құдіретін көрсетеді. Сол сияқты нәрсенің бірі ол адам баласының несі? Өзінен біздерге Алланың жынысымыздан әйелдерді жаратып беруі. Бұл да нығмет. Нығмет, адам оны дұрыс қабылдау керек. Сондықтан Алла Тағала "Уамин аятихи", Алланың құдіретін көрсететін істің бірі дейді, сендердің өз жыныстарынан сендерге жұбайлар жаратуы дейді. Қараңыздар, имам Шазилиге шәкірттері ас алып келеді екен. Сөйтіп бір күні қараса, сол астан бір шәкірттері жемейді дейді. Сонда сұрапты: "Сен неге алмай отырсың?" деген. Сонда әлгі шәкірттің айтқанын қараңыздар. Не дейді? "Мен мына нығмет қой, бұл нығмет деп. Мен осы нығметті пайдаланып, оның шүкірін бере алмай қалам ба деп қорқып отырмын" деген. Ал біз мына суды ішіп отырып, осының шүкірін бере алмай қаламыз ба деген бізге ой келе ме? Сонда имам Шазили айтқан: "Бұл Алланың берген рызықы деп же деген. Егер сен әр нәрсенің шүкірін берем дейсің дейді, сен мына судың салқындығының шүкірін бере алмайсың" деген. Бір шөлдеп келгенде мейірің қанып, ана бір салқын болып тұрса, не істейді? Шөлің қанатта. Сен сол қанша жасасаң да дейді, сен сол судың салқындығының қақын бере алмайсың дейді, егер жеме-жемге келетін болса. Сондықтан берген рызықты үнемді пайдалану керек. Сондықтан біз бір нығметті көріп, басқа нығметтің бәрін ұмытып қоюдың қажеті жоқ. Сондықтан Алла Субхану тағала не деп жатыр? Біз мына көкжиектен дейді, табиғатқа қарап дейді, және сендердің өздеріңде біз өзіміздің белгімізді көрсеткенбіз.